Мен бірге VKZ арнасы арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз фабрикаға түспекшіміз. Фабриканың үстінде қанша адам түседі, соның бәрін өлтіріп, жетон охотникадан не шығады, только сол автоматпен ойнаймыз. Түсініздер ме? Ал жетон охотникадан шықпаса ештеңке, біз МК-мен ойнаймыз. Түсіндіңіздер деген ойдамын. Ал біз кеттік. Міне біз түсіп келе жатырық фабрикаға. Фабрикада қанша килл жасаймыз көрейік. Өкінішке орай фабрикаға жетпейтін секілдімін. Ойынның ережесін өзгертсем, только МК-мен. Или яқтағы жетон охотника. Мына адамды өлтіріп алайық қазір. Соның жетон охотникасымен ойнайым. Оған дейір бірақ оружие алуға болады. Мінекей мына жақпен барып. Мына X8. Орысша айтсақ, қазақша айтсақ, М8. Мынадан жетон охотникадан не шығады екен көрейік. Алдымен аптечка қолданып алайын. Енді біз только грозамен ойнайтын болдық. Міне грозамен ойнаймыз. Міне гроза. Денджерде тұрмыз. Осы өмір ең көп өлгенім осы Денджер. Қазір бронежилетіміз азаяды. Жасылдан.
Міне Danger бітті. Аптечкамызды қолдана алайық. Баған MP40-ты көріп тұрып алмай кеттім. Ол сіздер үшін. Өзіміз зонада екенбіз. Менде бір минусы стенка жоқ, стенка. Міне жайлап пикке қарай аттанып жатырық. Пикте дәл қазір Danger. Яғни ағылшыншаны қазақшаға аударсақ, қауіпті дейді. Негізінде пистолетті де алмау керек маған. Енді болады деген ойдамын. Только гроза. Опа. Зона пик жақта емес екен. Зона пик жақта емес. Зона қазір төбеден бізге бір адам атты. Чарчандап қойды. Нормально ойнайтын адам сияқты. Аптечкалар алуға болады. Мінекей. Аржан тастайық. Ал енді. Мынада аптечка чота көрмей тұрман. Мінекей. Планермен ұшып жүрміз. Адамдар бақылап. Адам егер тапсам. Ол адам менен құтылып кетті. Сканерде адам көріп тұрған жоқпын. Өкінішке орай. Мен сіздерге бір баг айтып кетейін. Осы неде? Бұл жерде өте ыңғайлы. Бак, сіздер мынау сары неге шығып ап, мынау сарыға шығып, содан кейін ұшып барып, мынаған бүйтіп үстіне мініп ала аласыздар. Өйстіп.
сіздерге осындай кеңес айтамын. Мінекей өзіміздің шоты находникамызда ойнап жатырық. Жетон находника дегенімізді білмейтін адамдар болса, ол адамдарды өлтіргенде зат беретін нәрсе. Оны алғашқы бір адам өлтірсеңіз береді. Красный зона дәл қасымызда екен. Зона дәл. Кешірерсіздер, топ 5-ке кірген ең болмасын жақсы. Мынау крисаны өзім крисаларды жақтырмаймын ше негізінде. Крисаларды жақтырмаймын. Бірақ мынау нормально ойнайды деп айтамын. Өзім мына жақтан екі жақтан қыс шерт кешірерсіздер. Бірақ топ 5-ке кірдім. Сіздермен қоштасам, қош сау болыңыздар.